Ғафу Қайырбеков Қазақстан Республикасының халық жазушысы, көрнекті ақын, мемлекеттік сыйлығының иегері, Қостанай және Арқалық қалаларының құрметті азаматы, Қазақ КСР халық ағарту ісінің озық қызметкері. 1928 жылы 15 тамыз күні Торғай қаласында дүниеге келді. 40-тан астам кітаптары шығарылды. Алғашқы жинағы 1954 жылы Құрдас деген атпен басылды. Көп ұзамай дала қоңырауы поэмасын жазды. Бұл қазақтың ұлы ағартушысы Ыбырай Алтынсарин туралы сыр шертеді. Және 1994 жылы 3 қараша күні Ғафу Қайырбеков ағамыз дүниеден озды. Ғафу Қайырбеков ағамыздың дала қоңырауы поэмасы бірнеше тілдерге аударылды. Және осы жерде сіздер қоңырауларды көріп тұрсыздар. Әрине бұл білім қоңырауы. Бұл поэманы бұл кісі 28 жасында жазған екен. Бұл жерде поэмада Ыбырай Алтынсариннің жаңағы қазақ даласына білім әкелуі, ол білімнің осы қазақ даласына таратылуы, соған жасаған қызметі сондай үлкен немен тебіреніспен жазылған. Енді бұл кісінің әлемге әйгілі, осы Орта Азияға әйгілі ана туралы жыры бар, оны сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан Ғафу Қайырбеков ағамыз жан-жақты жаңағы ақын, көрнекті ақын. Сонымен қатар осы ұлт тұлғаларын, алаш азаматтарын, сонымен қатар ұлы ұстаз Ыбырай жайында осындай керемет үлкен поэманы жазып шығарды.